жалғастырамыз. Қазір осы ортаға шығайын деп отырған соғыс ардагері, талай соғысты басынан өткізген, енді көрмеген жоқ ол азаматтың. Атамыз енді анда-санда бүгінгі эфирға шақырдық, енді аз ғана өмірі қалды деп енді бір түсіріп алайық, телевизорға, радиоға басып алайық дедік. Мынау минаның ұшқындар басына тиген ба, оқ тиген дейді, алдынан кіріп артынан шығып кеткен дей ме, оқ бірдеңе енді. Контузиян бар дедім, әйтеуір сөйтіп шақырдық енді. Содан кейін қазір анау-мынау әңгіме айтып кетсе айып етпеңіздер. Сонымен біздің ортамызда біздің қонағымыз Ұлы Отан соғысының ардагері Қисық Ақсақал. Мінекей, қол соқ қошеметтеп қояйық. Сізді мынау тікелей эфирге шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Мына кісілердің бәрі сіздермен кездесем деп отыр мінекей. Мынаның бәрі соғысқа қатысқан ба? Жоқ, соғысқа қатыспаған. Бұл сізбен кездесем деп отыр ғой. Сізді көреміз деп. Арасында мен жоқпын ғой. Қалай сіз боласыз? Сіз мұнда тұрған жоқсыз ба? Мен мұнда тұрмын ба? Иә. Ақсақал, қош келдіңіз. Мына Қисық Ақсақал, бірінші сұрағымнан қоя берейік. Соғыс қалай болды? Чөтке болды ғой. Ұнады, құдаларға да ұнады. Екі үй күтті, қалған құдалар жабылып кафеге күтті. Ой, құдағи мощный. Стоп. Жоқ, Ақсақал, мен сіздің құдалығыңызда шаруам жоқ. Мен сізден соғыс қалай өтті деп сұрап отырмын. Қалай болды соғыс? Соны айтыңыз. Соғыс болды ғой. Болып қойды ғой. Кешігіп қалдыңдар. Кетіп қалды бәрі. Түсінікті бағана сіздерге түсіндіріп айтқан. Құрметті ағайындар, енді сіз қай жерде соғыстыңыз? Талдықорғанда соғысқан. Жаңақорғанда соғысқан. Шолаққорғанда соғыстым. Бейбітқорғанда соғыстым. Жоқ, сізге қорғаны болса ол соғыса берген сол деймін. Қорғаны болып соғыса берген. Жоқ, ол Бейбітқорған деген әнші жігіт қой, қазір ғана ән айтып кеткен. Сіздің алдыңызда мына қазір неден соны көріп ұра салдыңыз ау деймін. Түсінікті болды. Мен қай жерлерде болдыңыз енді? Қай жерде болдыңыз соғыста? Мен Сталинградтың ортасында Ленинград деген орман болатын. Сталинградтың ортасында Ленинград деген? Содан қойды. Бірінші күні немістер бізді орманнан қуып шықты. Ормандастар ғой сонда? Екінші күні біз немістерді қуып шықтық орманнан. Үшінші күні орманның қарауылы бәрімізді қуып шықты оғаранға. Орманнан ба? Неге қуып шықты? Білдіресіңдер, ар ойнаңдар деп қояды бізге. Ар ойнаңдар деп сіздер сода соғысты ойын көрдіңіздер ғой. Бәрекелді келіп. Сен ойнап тұрсың ба? Жөндеп қойып сұрақты. Ыржалаң етпей. Қойып отырмыз ғой. Ал енді Ақсақал, сұрағымды жалғастырайық. Соғыс жылдарындағы жағдайларыңыз қалай болды? Қазір тілмен айтқанда условия. Жағдай жасалыны былай тамақ жағы дегендей. Әкімшілік жағдай жасап қойған. Біз ол кезде 5-ші этаж 105-ші серия трехкомнатный евроремонт окопта отырдық қой. Жоқ, Ақсақал, мен сізге ана евро үйіңізді ремонттау деп айтып отқан жоқпын. Сіз соғыс туралы айтып. Соны айтып жатырмын ғой. Біз окопқа лифтімен шығатынбыз. Окоптың ішін көрсең, люстралардың бәрі шетелдікі. Бельгийский кілемдер руками не трогать деп жазып қойған. Отопление линолеум, свет, су, газ, отопление орып тұр, Аристон. Ақсақал, рахмет, ажағына барып. Турецкий киноларды көріп, кешкі салқынмен соғыстық қой. Кешке қарай болады. Құрметті Мынау. Жоқ, сеніп отырмын көке. Сөйтіп қойсай. Енді сіз соғыста не айтадыңыз? Транспортты айтып отырмын. Бәсе, адамды бір түрлі қыз берді. Транспорт жағынан, мотоцикл ма, танк ма, соны? Жоқ, джип деген черный бумер. Танкым болатын. Қандай деген? 3 семерка. Джип нөмірін айтып жатыр. Құлақтан наушник өтіп деп құлтап секіріп түсеміз. Ол кезде қазіргі жын ойнақ өлең жоқ, баяғы әндерін алып. Тамаша әндер шығар ол кезде. Анау. Попробуй, жагычык, шарап. Я волна, новая волна. Ой, енді Ақсақал, енді мынау қазір кеше ғана шыққан өлеңдер ғой. Мына енді соғыста енді мынау қарша борап жатыр оқ деген. Немен соғыстыңыз? Қылышым болатын мынандай. Соғыста, Ұлы Отан соғысында қылышпен жүрсіз бе сонда? Жоқ, арасында азамат соғысына да барып келеміз, қол босағанда. Әбетте Афғанстанға барып, анда-санда қатысып келеміз. Араласып болды ғой соғыс. Ояқта жарыстапқа. Әйтеуір сөйтіп соғыстық қой.
Sonda түске дейін азамат соғысында. Әбетте Ауғанстанға соғысты. Әбетте Ауғанстанға кіріп, әбет соғысты. Кешкі салқын. Бет алтымен арасында турецкий кино көріп алды, ода кешкі соғысты. Сондай болды. О, бүкіл жағдай жасады. Сенбейді қазір балдар. Сонда анау атпен келіп анау қар борап тұрғанда пушкілер алдымызда шыққан кезде аттың үстінде аяғын шабамыз. Қолын шабамыз. Аяғын қолын, аяғын. Сонда бас жоқ па екен? Басы бар болса соғысашы ма? Бас жоқ дейміздер ғой соғысып жүрді. Сізді контузия алған дейді, сұрақтарың жақсы басы соғысып деп. Так енді мына тұтқынға түскен кездеріңіз болды ма? Пленде болдыңыз ба, пленде? Әбден қинаған шығар анау тырнақтың астына нелер жіберіп ағы. Маникюр ма? Ондай болған жоқ, маникюр емес, ана біз тығады дейді ғой, ине тығып қинайды дейді ғой. Қайтыңдар, қай жерде тығылған, ненің бәрін. Бұлай болды бізде. Бір орыс, бір өзбек және мен үшеуміз түстік. Үш адам түстіңіздер. Орыстан сұрады, сдаешься деді. Нету деп еді, кету деп ат тастады. Өзбектен сұрады, сатыласам ма деді. Йоға деп еді, бәлоға деп ат тастады. Менен сұрады, сатыласың ба деді. Ой, сіз енді қазақ азамат тұрмаған шығарсыз burada. Сатылмайым. Жоқ, міне. Сатылмайым. Содан? Не істеуші еді, ат тастады. Ақсағал, сәл кішкене жобаға келтіріп айтсайшы, сәл кәлияға түсіріп, жауапты деп, мынауыңыз енді атысады деп, көзді бақыр айтып қойып. Тұрсыз ғой, құдайға шүкір алман етті. Ол кезде өлуге уақыт жоқ қой. 6 секунд шығарып береді ғой соғыстан. Бітті, кетті, контракты бітті, өлдім. Сіз еще? Жүресің. Жарты сәкуден үш соғыста жүрген адам кетсіз, оныңыз кеттің ғой. Біліп қоймас екен деп ем осы. Басырана деп тұрғаны, мат керек деп тұрғаны. Біліп қой. Ер азамат Ақсағал басыңызбенен ана. Бетіңіз бүлкетпен бүгін бетіңіз дірет дейді ғой. Бері кел деймін. Сенің апаң кімнің арқасында мәт көрек орта? Причем дед, апам емессің мынаны? Мен ғой деп атаман. Таңға дейін әңгімелесетін Ақсағал мына киноны қоспасаң, телевизорды қоспасаң, тек қана алға дей береді ғой. Сол, рас болсын. Енді оңға, солға деп соғыспайсың ғой. Тек қана алға қой о кезде. Тек қана асылықта шығарсады алға. Алға. Мысалға, мен сізге бір сұрақ қойын. Алға деп ұрып келеді. Алға деп жаңа қолда қылыш. Ұрып келеді. Алдыңызда сіздерден көп немістер тұр. Танкісімен жаңағы транспорттарымен оғын жаудырып сіздерге келеді оларды жаңағы өздерін айтып. Сіздер алға деп келесіздер. Сонда да алға деп бұзып өтіп кете бересіңіз. Алға, немістер көп. Алға деп, алдыңыз тола немістер. Онда бұлай қарай бұрылып алға. Алғаны ұмытпасаң болды ғой, жүгіре бересің ғой соғыста. Ой, Алла. Оңға солға деген ұран жоқ, солға алға. Алға. Ақсағал енді мына сізге біздің әкімшіліктің атынан, біздің мына ұжымның атынан жақында мерекелеріңіз келе жатыр, соған 5 килограмм күріш, 5 килограмм қант, жаңағы 5 литр майымыз бар еді, соны өзіңізге құрметтен тапсырсақ деген ниет бар еді, Құдай қаласа. Жаңа мынау 6 кило сияқты еді, 5 кило болып қой. Қой 4 килоға жетпей жатып, мен абалайым бар. Дұрыс алып алыңыз. Қазір мен Бақытты өмір сүріңдер айналайын. Бақыттың базары қызыңдар. Тек жақсылық болсын айналайын. Білмеймін, мыналар манадан бері миымда шықты мыналар. Тағы біліп қоямын. Міне Жанатбек, міне сөйлесесің ба? Жанатбек демесең ба? Жанатбек деген мынау ма Жанатбек? Мен құсап тұрмын ба? Жақынға айып көрейік ба? Мынау. Сестренка, сен менің орденіме қалап сөйлесейші. Подружкаң ба? Мына жерде мат керайынан. Бұны айттым ғой біліп қояды. Ай, Жанатбек. Ай, мынау жұрттың бәрін шығарып атты ғой жақындағы. Біздің бір нөміріміз бар еді, мына екеуміздің дайындаған. Алла сақтасын. Соны жіберші арасына. Жоқ, апа, енді оны сіздер бағана программаға жазылмадыңыздар оны. Анау опериш шалда шығып отыр ғой анау. Апау, мені шақыртқан. Енді концертке сіздер жүргізуші шақырам. Кеттің келмей қалды. Бастан аяқ жүргізуші шақырам, екі апаңда. Біттің ба концертің?